1 қосу 2 қосу 4 қосу 8 қосу 16 тағысын тағылары минус 1-ге тең деп мәлімдеген видеом көп талқыланды. Енді мені математикалық зындаңға тастайтын шығар. Іс жүзінде жинақсыз қатарды қосындылау ежелгі математикалық есептердің бірі, және маңыздысы ол физикамен байланысты. Көптеген күрделі физикалық есептердің толық жауабын табу қиын, бірақ олардың жеңілдетілген нұсқасының шешімін тауып, сосын оны біртіндеп түзету арқылы нақты жауапқа жақындай түсеміз. Мысалы, гиперболаны жуықтап сипаттауға болады. Түзуден бастаймыз, қисық сызықтарды қосамыз, тағы сол сияқты. Бірақ бұл қадамдық тәсілдеме гиперболаның кішкене бөлігіне ғана жарамды, ал қиылысу аймағының сыртында мүлдем қате. Жарайды, физикаға оралайық. Кванттық өріс теориясындағы электрондардың шаршауы сияқты күрделі проблемаларды шешу шынымен қиын. Бірақ жауаптың бар екені белгілі, себебі тәжірибе жасағанда бірдеңе болып жатқанын көреміз. Сондықтан қадамдық тәсілдемені қолданамыз. Әр қадам сайын қателік көбейе береді де, ақырында шексіздікке жетеді. Неден қателестік? Қиылысу аймағының сыртына шығып кеттік. Бақытқа орай әлі үміт бар. Өйткені 1 қосу 2 қосу 4 қосу 8 қосу 16 тағысын тағылар қатарының қосындысы минус 1-ді көрсеткені сияқты. Физиктер қулықпен шексіздіктен нақты жауапты шығара алады. Мысал үшін, олар электромагниттік әсерлесу кернеулігінің шамасын адам сенгісіз дәлдікпен есептеп шығарды, және ол тәжірибемен расталды. Бұл бүкіл ғылымдағы ең дәл шамалардың бірі. Міне, шексіздікті бағындырудың маңызы осында.